Анаферон тамшысы және таблеткасы туралы жалпы сипаттама. Тұмау мен ЖРВ кезінде көмек балаларға және ересек адамдарға. Анаферон тұмау мен жедел респираторлық вирустық инфекциялардың, оның ішінде тұмаудың профилактикасында және оны емдеуде қолданылады. Анаферон герпес вирустарды туғызған инфекцияларды, соның ішінде инфекциялық мононуклеоз, желшешек, лабиальды герпес, генитальды герпестерді кешенді емдеуде қолданылады. Қайталанған созылмалы герпес вирусты инфекцияларда, оның ішінде лабиальды және генитальды герпесті кешенді емдеуде және профилактикасында анаферонды қолдануға болады. Анаферонды кинеэнцефалиті вирусы, энтеровирус, ротавирус, коронавирус, калицивирус туындатқан басқа да жедел және созылмалы вирустық инфекцияларды кешенді емдеуде және профилактикасында қолдануға болады. Анаферон бактериялық инфекцияларды кешенді емдеу кезінде қолданылады. Этиологиядағы әртүрлі екіншілік иммун тапшылық жағдайын кешенді емдеуде, оның ішінде вирустық және бактериялық инфекциялар асқынуының профилактикасында және емдеуде қабылданады. Балаларға арналған анаферон аналар мен педиатрлар таңдауы тез емделуге және асқынудан құтылуға көмектеседі, иммунитетті нығайтады, таблеткалар ЖРВ мен тұмаудың алдын алуға көмектеседі. Балаларға арналған анаферон таблетка түрінде бірінші күні алғашқы 2 сағатта 5 таблетка, яғни әр 30 минут сайын 1 таблеткадан беріп отырасыз. Кейін бірдей уақыт аралығында 3 таблетканы күннің соңына дейін қабылдайсыз. Екінші күні толық жазылғанға дейін 1 таблеткадан 3 рет, яғни таңертең, түсте, кешке қабылданады. Анаферон тамшы түрінде бірінші күні алғашқы 2 сағатта әр 30 минут сайын 10 тамшыдан беріледі. Кейін 2 сағаттан соң тең уақыт аралығы сайын тағы 3 рет 10 тамшыдан қайталанады. Екінші күннен бастап толық жазылғанға дейін күніне 3 рет 10 тамшыдан беріледі. Ересектерге арналған анаферон бірінші күні 1 таблеткадан алғашқы 2 сағат, яғни әр 30 минут сайын 1 таблеткадан бересіз. Екінші күннен бастап жазылғанға дейін 1 таблеткадан 3 рет қабылдайсыз.